Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер менің жаңа форматтағы подкастыма. Менің есімім Сапар Абдрахман, бизнес-продюсермін. Жалпы бүгінгі подкастта, бүгінгі сұхбатта мен мидағы бізді байытпайтын кедергілер жайлы айтқым келіп отыр. Осы соңғы 8 жылда 2000-ға жуық кәсіпкермен жұмыс жасап, қаншама кәсіпкерлердің негізгі проблемасын көрдім, анықтадым және соларды шешумен жұмыс жасадым. Сонда көп байқағаным, көп кәсіпкерлердің негізгі проблемасы олардың продажасында, командасында емес, өздерінде. Яғни басындағы қате ойларында. Бизнесті олар кейбір кәсіпкерлер магазин деп көреді, өндіріс деп көреді, ал кейбіреу команда деп көреді. На самом деле бизнестің не екенін әлі күнге дейін өздері түсінбейді. Бизнес бұл нақты идея. Яғни сіздің осы күнге дейін жасап жатқан әрбір әрекетіңіз ол сіздің бір идеяның артында жүруіңіз деген сөз. Егер сізді осы күнге дейін сол идея байытса, демек идея дұрыс деген сөз. Ал идея сізді байытпаса, демек идея қате. Сіз сол қате идеяның арқасында әлі күнге дейін уақытыңызды өткізіп жүрсіз. Бізді байытпайтын мидағы кедергілер жайлы айтар болсам, ең алдымен біз қалай пайда болдық? Шын мәнінде біз туылған кезімізде біздің миымызда, санамызда ештеңе жоқ. Біздің анамыз бізді 3 сағат бойы толғатты, қиналды, және де өзінің жаңағыдай құрсағынан бізді аман есен дүниеге алып келді. Біз дүниеге келген кезде біздің анамыз шаршап жатыр, қиналып, бір демалып алсын, біз жыламай тұрайық деп ойламадық. Біз міндетті түрде не істедік? Біз бала ретінде, сәби ретінде біз жыладық, түнде ояндық, дәретке шығуды білмедік. Біз кез келген уақытта өзіміздің дәретімізді өзіміздің айтқан кезде қазір жөргекке бүлдіретін болдық. Біздің анамыз, әкеміз бізге қарай бастады. Бүкіл әлем бізге көңіл аудара бастады. Барлығы бізді таласып тұрып көтеретін. Бірақ сол кезде біздің санамызда ешқандай да бір программа болған жоқ. Егер біздің әке-шешеміз бізге қазір неміс тілінде сөйлеп кетсе, біз неміс тілінде сөйлейтін едік. Бірақ біздің ата-анамыз бізге қазақ тілінде сөйлегеннен кейін біз қазақ тілінде сөйлеп үйрендік. Енді біздің миымыздағы санамызда ең бірінші қалыптасқан программа ол біздің атауымыз болады, яғни есіміміз болады. Мысалы, менің есімім Сапар. Менің есімім Сапар, яғни қалай менің атым пайда болды. Мүмкін ол бір сапар айына байланысты қойды, мүмкін оны бір әжеміз ырымдап, атамыз ырымдап қояды. Шын мәнінде бірінші сенің атың Сапар деп азан шақырып ат қояды. Содан бастап біздің миымызда ең алғашқы бір программа қалыптасады, яғни менің атым Сапар деген. Одан кейін Сапар, мынау оң қол, мынау сол қол, мынау әлем, мынау аспан, мынау жер, мынау жануарлар деп бізге көп нәрсені таныстыра бастайды. Сол кезде біздің жасымыз 1 жаспен 8 жастың аралығына дейін біздің миымыздағы 80%-ға дейін программа қалыптасады екен. Сол 80% программаның ішінде біз 8 жаста мектепке барамыз. Кем дегенде бір 2-3 класс оқуымыз мүмкінбіз. Сол кезде жазуды, сызуды барлығын тани бастаймыз. Есеп шығаруды біле бастаймыз. Ақшаның не екенін түсіне бастаймыз. Сол кезде біз ақшаны бір алмасу құрал ретінде біле бастаймыз. Мектепке апарамыз, белгілі бір тәттілер, болмаса сусындар, напитоктар ішетін едік. Сол кезде біз үйден ақша сұрайтын едік. Сол кезде анамыз, әкеміз бізге ақшаны қалай беретін еді? Ең бірінші естеріңізде болса, бізге ақшаны берген кезде, ақшаны берер алдында жарата берме босқа, бітіп қалады деп айтатын. Содан бастап біздің миымызда белгілі бір дефицитті ой қалыптасты, яғни ақша аз деген сөз. Біздің анамыз, әкеміз өте еңбекқор болды, бірақ бай болмады. Олардың еңбек еткен барлық күндері біздің есімізде, санамызда, қалай жұмыс жасайтын, күндіз ұйықтап түнде жұмысқа баратын кездер болатын, ауыр жүктерді көтеретін кездер есімізде болатын. Соның барлығы біздің санамызда тұр. Сол санамызда тұрған программаны біз қазір өзіміз ересек болып соны жасап жатырмыз. Сонда біздің әке-шешеміз өмір бойы еңбек етті, жалқау болмады, бірақ түбінде байымады. Дәл солай біз де қазір еңбек етіп жатырмыз, бірақ түбінде бай болмауымыз мүмкінбіз. Өйткені қазақта жақсы сөз бар: алма ағашынан алысқа түспейді дейді. Яғни біздің әке-шешеміз қалай өмір сүрді, біз де почти 80-90% соған ұқсас өмір сүреміз. Бірақ та дәл осы сөзге бір қарама қайшы бір тағы да сөз бар. Бір әулетте бір адам кедейліктің жібін үзеді дейді. Сонда ол кедейліктің жібін үзетін не нәрсе деген кезде ол білім екен да. Біз үнемі өзімізді дамытқан сайын, біздің миымыздағы кедергілерді, установкаларды проработка жасап, травмаларымызды жұмыс жасап, өзімізді қалыптастырған сайын
біз кедейліктің жібін үзуге тырысады екенбіз. Сонда көптеген біздің бауырларымыз кедейліктің жібін үзу үшін әртүрлі салаларда жұмыс жасайды. Негізінде байқасаңыздар, бір жұмыстан екі жұмысқа ауысады, басқа жұмыс істейді. Әр кәсіпті ашып жауып тастай береді, бірақ түбінде әлі күнге дейін байымайды. Сонда олардың бір кедергісі, олар ойлайды, чтобы көп бизнес ашсам, көп ақша табам, көп жұмыс жасасам, көп ақша табам деп, мына миындағы дефицитті программа, 8 жасқа дейін қалыптасқан программаны сол өмір бойы өмір бойы қайталайды екен де, түбінде ешқашанда байымайды екен. Сондықтан да мен сіздерге айтатыным, мынау миымыздағы ең бірінші қате наным сенімдерді, яғни орысша айтқан кезде идея және убеждение дейді ғой, сол убежденияларымызды дұрыстап қалыптастырып корректировать етпесек, біз өзімізді ешқашанда байытпаймыз, өзімізді дамытпаймыз айтқан кезде. Сондықтан да көп адамдар болады өзін іздеп жүргендерге. Мен соларға кеңесім, өзіңізді іздеуді тоқтатып, өзіңізді бүгіннен бастап қалыптастырып үйреніңіз. Өзіңізді қалай қалыптастыруға болады? Бір саланы алыңыз, сол салада өзіңізді дамытыңыз, ізденіңіз, жасаңыз. Өзіңіздің қалтаңызда пока что бір 50 миллион, 100 миллион теңге болмайынша, бұл маған ұнайды, ұнамайды деген нәрсені өз пікіріңізді алып тастаңыз. Өйткені сізге ол жақсы табыс алып келсе, ол міндетті түрде сізге ұнап кетеді. Негізі ұнайды ол нәрсе да. Біз деген өзімізге не керектігін білмей, біреудің мақсатын өзімізге мақсат қылып аламыз. Біреу Камри алса, я тоже хочу Камри, біреу шетелге шықса, я тоже деп кетеміз. Бірақ та ол біздің нақты өзіміздің мақсатымыз емес. Біреудің мақсатына қарап жұмыс жасап кетеміз. Сондықтан да ең бірінші мұны біздің миымыздағы ақшаға қатысты қате убежденияларды нақты анықтап солармен жұмыс істеп алу керекпіз. Одан кейін біздің миымызда 8 жастан 25 жасқа дейін 20% программа қалыптасады. Сол 20% программаның ішінде, біз адамнан адам шығатынын білеміз, ғашық болуды түсінеміз, үйлену керектігін, жақындарыңыз өмірден өтсе жер қойнауын тапсыру керектігін, ақыреттің бар екенін біле бастаймыз, Алланың бар екенін біле бастаймыз. Сол 8 жастан кейін 25 жасқа дейін біздің миымызда қалыптасқан сол 20% программа сол болады. 25 жасқа дейін ми өз-өзін дамытады, 25-тен кейін ми өзін дамытуды тоқтатады. Әрмен қарап 25-тен 40 жасқа дейін миыңызды өзіңіз дамытасыз, немесе 40-қа дейін миыңыз айтқан кезде сол 25-ке дейін бар дамыған білімін, қабілеттерін алады да 40-тан кейін миыңыз қатая бастайды. Айтқан кезде кішігірім бір фундаментті құйдың, ол белгілі бір уақыттан кейін қатады ғой, тас қатады. Сол секілді біздің миымызда да 40-тан кейін қаншама біздің наным сенімдеріміз қатып қалады. Яғни қатып қалады деген сөз ол өзгермейді. Мысалы кейбір адамдар болады, өзіміздің ата-аналарымыз болады, жасы 40-тан асқан, 50-ден асқан, біз былай істеп көрсеңізші деп айтқанымен ол өзіндікін істейтін адамдар болады. Неліктен? Өйткені олар өздерінің миындағы программаны уже қатырып алғанда, даже ол ми қатып қалғаннан кейін оған жаңа бір нәрсені қою, кіргізу, қалыптастыру өте қиын болады. Сол себепті мысалы үлкен кісілердің мысалы 50 жастан 60 жастан асқаннан кейін пол жуып жүретін себебі де содан да болады. Өйткені олар уже 50 жас 60 жастағы кісілер не үшін уборщица болып жүреді, не үшін пол жуып жүреді? Өйткені олар жаңа бір қабілетті меңгеріп кете алмайды. Олар тек қана физикалық түрде ғана ақша табуы мүмкін деп ойлайды. Сол себепті ол кісілер өздерінің бар күштерімен ғана ақша табуға тырысады. Бірақ ол да бір уақытша, бір жасы 60-қа 70-ке келгеннен кейін уже адам да айтқан кезде ақша табуға қабілетсіз, және де күште болмай қалады, энергияда болмай қалады. Сол себепті де адамдардың негізі 60 жастан кейін, 65 жастан кейін пенсияға шығаратын себебі де сол. Бірақ та пенсия дегеннің өзі бұл бір мемлекеттен бір 150-200 теңгені күтіп отыру емес. Шын мәнінде біздің миымыздағы пенсия ол солай. Жаңағыдай мемлекеттен бір ай сайын алатын ақшаны күтіп отыру деген. Шын мәнінде ол пенсия емес, ол күнкөріс деп айтсам болады. Ал пенсия бұл сіздің бейнетіңіздің зейнетін көру деген сөз. Енді кеңес өкіметінің кезінде жаңағыдай айлыққа жұмыс жасады, тұрақтылыққа жұмыс жасады, мемлекетке қызмет атқарды. Енді сол кісілердің миында ол мемлекетке сонша 40 жыл, 45 жыл еңбек етті. Соның нәтижесін уже өмір жаңағыдай соңында уже 60 жастан кейін соның зейнетін алып, пенсионный фонд қай сайын төлеген ақшаңды өз-өзіңе ай сайын мемлекет беріп отырады, соны пенсия деп атады. Шын мәнінде пенсия бұл емес. Пенсия дегенім, мысалы, мен өзімнің мақсатым бар, бір 35-40 жасқа дейін пенсияға шықсам ба деген. Пенсия дегеніміз бұл 35-40 жасқа дейін өзіңе $50,000 пассивті доход жинап, яғни ай сайын сен жұмыс жасамасаң да $50,000 пассивті доходты
қалыптастыра алсаң, одан кейін пенсияға шығып, өзіңнің ата-анаң тірі кезінде қызметінде болсаң, бала шағаң жас кезінде олардың тәрбиесімен алыссаң, жас кезіңде жаңағыдай өзіңнің бар жаңағыдай жақындарыңа, бауырларыңа көмектесе алсаң деп ойлаймын. Сол себепті кәсіпкерлер пенсияға шығу дегенді осылай түсінеді. Ал мемлекеттегі адамдар ғой, ол жаңа айлықтан кейін жұмыс жасау керек. Жаңағыдай айлықтан кейін де мысалы болады, бір пенсияға шыққаннан кейін де жұмыс жасап жүретін адамдар болады. Ол қате. Енді бұның барлығы біздің миымыздағы қате ойлар. Сондықтан тағы бір қате ой біздің қазіргі кезде қаржылай тәуелді болып жүргеніміз, яғни қаржылай тәуелсіз болмай кредит алып, жаңағыдай ай сайын тапқан ақшамыз белгілі бір өзіміздің шығындарымыздан, тамақтарымыздан, кредитімізден артылмайтын себебі біз айтқан кезде әке шешеміз өмір бойы выживать етті, и біз де сол выживать етуді айтқан кезде қайталап жатырмыз да. Қазір мүмкін сен ата-анаңнан көбірек ақша табатын шығарсың, мүмкін одан 10 есе, 20 есе, 30 есе көп ақша табатын шығарсың, бірақ сен қанша көп ақша тапсаң да, мынау миымыздағы қате ойлардың кесірінен олар қалай выживать етті, біз де дәл солай выживать етіп жүрміз. Тапқан ақшамыз арендамыздан, кредитімізден, садиктен, басқадан артылмайды, и солай тек қана бір крестине бекте жүрміз. Сол крестине бекте жүрудің арқасында өзіміздің денсаулығымызды кетіріп жатырмыз, уақытымыз, энергиямыз кетіп жатыр. Дәл осы күш, дәл осы энергия бізде белгілі бір уақыттан кейін болмайды. Сол себепті де біздің мынау миымыздағы жаңағыдай уже 25 жасқа дейін қалыптастырған қате ойларды біз өзіміз алып, айтқан кезде проработка жасау керекпіз. Мен чтобы осы подкасттан кейін бір тапсырма бергім келеді. Сіз өзіңізге free writing деген әдісті қолдансаңыз болады. Free writing бұл ойдағы сөздерді қағаз бетіне түсіру деген сөз. Мысал ретінде мен өзім бір қолданған әдіс бар. Мына жерге скриншотпен салып қоям. 2021 жылы қателеспесем 6 августте өзімен 3 сағат жұмыс жасадым. 3 сағат. Сол кезде миымдағы қате ақшаға қатысты ойларды жазып шықтым. Сол ойлардың ішінде ең жазған ойларым есімде әлі күнге дейін. Бұл маған ақша оңайлықпен келмейді деп ойлайтын едім. Бұл ойды маған кім берді? Бұл ойды маған қоршаған ортам, ата-анам, бауырларым маған сондай ой сап қойды. Сондықтан мен үнемі қиналып ақша табатын едім. Сондай-ақ мен кез келген нәрсені наличка ала алмаймын деп ойлайтын едім. Сондай-ақ менің сабағым ең күшті сабақ емес, менен де күшті оқытатындар бар деп ойлайтын едім. Бұның барлығы менің миымдағы осындай бір 100 қате установка, программа. Сол программаны мен өзгерттім. Оны өзгертудің де өзінің әдістері бар. Яғни сол жазған негативті ойды позитивті ойлай алу керек. Және сол ойды ойлаған кезде позитивті түрде соған сай бір адамдарды ойласаңыз болады. Мысал ретінде айтайын. Допустим, мен ойладым 25 жаста, өгізде мен жасым 25-те болған, шамасындай болатын. 25 жаста айына 5 миллион табу мүмкін емес деп ойлайтын едім. Сол кезде бұл менің қате ойым. Сол ойыма байланысты 25 жаста айына 5 миллионнан көп табатын бір адамды еске алдым. Ойладым, мен де таба аламын деген жақсы сенім қалыптасты. Солай миымдағы бір қате ойды бір сәл де болсын біз бір азайта алсам азайттым деп ойлаймын. Сөйтіп позитив түрде ойлаған кезде уже миымдағы мүмкін емес деген нәрселер кете бастады. Сондай-ақ мысалы қымбатқа сатсам алмайды деген ой болуы мүмкін, болмаса көп ақша табу үшін көп жұмыс істеу керек, көп ақша табу үшін көп бизнесің болу керек, көп ақша табу үшін көп товарың болу керек, көп клиентің болу керек деп миымызда сондай бір қате, дефицитті ойлар бар. Осыларды жазу керек. Осыларды жазып біз позитивке ойлай алу керек. Біз мысал ретінде мен сіздерге айтайын, бай болудың ең бірінші жолы бұл қымбатқа сату және көбірек пайда табу керек. Бір клиенттен қымбатырақ сатып үйрену керекпіз. Қымбатырақ сатудың да өзінің техникалары бар. Ол бойынша бір келесі бір видеоларда айтсам болады. Сіздің сататын өніміңіз кішігірім бір эксклюзивті болу керек, құндылығы жоғары болу керек, брендирование болу керек, бір өзіңіздің атауыңызда басқаларда кездесе бермейтін деген секілді. Сондай-ақ оның жақсы маркетингі мықтырақ болу керек. Сол кезде сіз өніміңізді қымбатырақ сатуыңызға болады, побольше ценность қосуыңызға болады. Сөйтіп бір клиенттен мысалы 100 мың теңге пайда табуыңызға болады, чем 100 клиенттен 1000 теңгеден пайда тапқанша деген сияқты да. Сол үшін де бұл жерде қымбатқа сатудың да әдістері бар. Қымбатқа сату бұл адамдарды тезірек бай етуге көмектесетін техникалардың бірі. Енді біздің миымызда қымбатқа сата алмаймын деген ой, оның барлығы біздің
установкаларымыз ғой. Құранда Рағд сүресінің 11-ші аяты бар. Кейбір қауым дейді, өзі өзгермейінше Алла оның жағдайын өзгертпейді дейді. Сол секілді біздің мына ойымыз, санамыз, соның ішіндегі біздің қалыптасқан программамыз, яғни установкамыз дұрысынан өзгермейінше біз қаншалықты әрекет жасайық, нәтижеміз бәрібір де сол болады. Мысалы болған ба сіздерде, чтобы таргет жібересіз, мысалы, допустим, $10 жібердіңіз, сол табыс, $100 жібердіңіз, сол табыс. Неге? Екі түрлі бюджетпен де, екі түрлі әрекет жасап жіберсеңіз де, әлі күнге дейін сол табыс келеді. Өйткені ол да біздің миымыздағы, санамыздағы ой. Сондықтан да адамдардың негізде бай болмауының себебі, оның миында что ақшаға қатысты, байлыққа қатысты қате ойлардың, установкалардың бар екендігінде. Ең бірінші сіздерге осыны нәрсені дәлелдеп көрсеткім келді. Миымыздағы қате ойларды жұмыс жасау керек. Қате ой, қате әрекетті және қате нәтижені алып келеді. Мысалы, бір кісі бар, жақында Chevrolet Monza деген машинаны 8 миллион теңгеге кредитке алған. Бастапқы сомасын 10% төлеген, ол деген 800 теңге. Қалған 7 миллион 200 теңге болады. Одан кейін оған каско деген қосқан, тағы бір деңгелерді қосқан, сонымен қайттан 8,5 миллион теңгеге апарып тастаған оны. Сөйткенде ол 8,5 миллион теңгені 7 жылға бөліп төлеуге қосқан, 84 ай ма сондай. Ана кісі ай сайын 230 ба, 250 ба сондай ақша төлейді. Ананы 8 жылға ма, 7 жылға көбейтсек, жаңағы сума 2 есе көбейіп кетеді. Сонда мына мидағы қате ой, мен оны тезірек төлеп тастаймын ғой деп алған бірінші ой, ол мүлде төлемейді, ол прям до конца жаңағы 7 жыл біткенше төлейді оны. Екінші, бүгін мінбесем қашан мінем деген ой болады. Үшінші, қазіргі ол 230 теңге кейін ол азайып кетеді, ол ақшаның құны болмай қалады деп ойлайды. Төртінші, біреуге өзін красавчик етіп дәлелдеуге тырысады. Мына бастағы аппарат қате жұмыс істегеннен кейін баспен қарызға кіреді. Сонда қараңыз, ойладым, чтобы 800 теңгемен машина алайын, ай сайын 230 теңге төлеп тастаймын ғой деген қате ой барды да автосалонға барып одобрение алды, қате әрекет болды. В итоге соңында 7 жылдық кредитпен қате нәтиже болды. В итоге сен оны 16 миллион қылып төлейсің, бастапқы төлеген ақшаң бар. В итоге сонымен 17 миллион теңге болды. Ертең сен ол машинаңды 5 миллионға сата алсаң, қуанасың 7 жылдан кейін. Ол даже өтпеуі мүмкін. Сонда сен 10-11 миллион теңгені банкке төледің. Банктың неофициальный, бірақ лучший сотруднигі болдың. 5 жылда, 7 жылда 12-14 миллион теңге доход тап келдің. Жылына 2 миллион теңге, айына 200 мың теңгеден астам пайда алып келіп отқан банктың сотруднигі болдың. Сонда мына біздің миымыздағы қате ой, қате әрекеттермен қате нәтижеге алып келді. Сонда нәтижеміздің дұрыс болу үшін әрекетіміз дұрыс болу керек, әрекетіміз дұрыс болу үшін ойымыз дұрыс қалыптасу керек. Мен қазіргі сабақтарымда адамдарға жеке қаржылай капиталды жинау керектігін үйретем. Яғни сіздің жасыңыз қазір мүмкін 30-да, мүмкін 40-та, мүмкін 50-де, бірақ өзіңізге әлі күнге дейін қандай бір дүние жинадыңыз, қандай капитал жинадыңыз, қандай байлық жинадыңыз. Егер сіз дәл қазір Forbes-тың журналында болсаңыз, нешінші орында тұрасыз? Өзіңіздің табысыңызбен, или жинаған капиталыңызбен, активтарыңызбен, мал-мүліктеріңізбен, дәулеттеріңізбен нешінші орында тұрасыз? Мүмкін қарыздарыңызбен санағанда соңында тұрасыз. Сондықтан да адамның, кәсіпкердің осы күнге дейін жасаған жұмысының нәтижесі дәл қазір қалтаңда не бар деген сұрақпен есептеледі. Егер осы күнге дейін жинаған активтарың болмаса, бірақ қарыздарың көп болса, сен өзіңе табыс табумен емес, қарыз өндірумен айналысып жүрсің деген сөз. Осы жаңа видеоның басында айтқан қате идеяның арқасында сен қате нәтижеге жетіп жатсың. Сол идеяның барлығы біздің миымызда, ақшаға қатысты ойларда, наным сенімдерде, мынау басымыздағы дұрыс жұмыс жасамайтын убежденияларда болып жатыр да. Сондықтан да мен кәсіпкерлерге барынша кеңес етемін, бизнесті дұрыс жүргізу үшін бизнеске арналған базовый практикалық білім алу керек. Ең бірінші кәсіпкерлік мышление қалыптастырып үйрену керек. Кәсіпкерлік мышление дегеніміз бұл нөлден бірді жасау, яғни жоқтан бар жасап үйрену керек. Бізде көп кәсіпкерлер қарыз алады, кредит алады, солай бизнес бастайды. Ай сайын тапқан ақшасын өзінің кредитінен, зарплатасынан, арендасынан артылмайды, өзіне дым ештеңе қалмайды.
в итоге солай жүре беретін болса түбінде қарызға кіреді. Осыған қатысты бір идея айтқым келеді. Жақында маған бір кісі жеке консультацияма келді. Есімін айтпай қойын, ол кісі 6 миллион теңге кредит алып детский одежда ашқан. Сөйткенде 6 миллион теңге кредит алған, ай сайын төлейтін суммасы где-то бір кредитті бір 5 жылға алған. Ай сайын төлейтін суммасы бір 300 мың теңге ма, сондай. Ол кісі 200 мың, 300 мың теңге, сондай ай сайын 300 мың теңге болу керек. Или 2 жылға алып точно не знаю. Бірақ бірінші айда ашты, 6 миллион теңге кредит алды, 5 миллион теңге тауарына салды, 1 миллион теңге ремонтына салды. Кішігірім бір жаңағыдай сотрудниктердің зарплатасы бар, таргеті бар, СММ бар деген секілді. Обязательно сатушы алған. 200 мың зарплатаға, 200 мың зарплатаға СММ алған. Таргет жіберген. Где-то бір 100 мыңға. Где-то 500 мың теңге бұл кісінің қазір операционный расходы болып тұр. Одан бөлек арендасы бар, 250 мың теңге, 750 мың теңге болып тұр. Ол кісінің бірінші айдағы саудасы орташа есеппен 2 миллион теңге болған. Бірінші айда саудасы 2 миллион теңге болған. 2 миллион теңге болды, бірақ 1 миллион 300 мың теңге ма, 1 миллион теңге деп ала берейін, бірге бір қойғанның өзінде тауары сатылған. Сонда ол кісі 1 миллионға тауар сатты, 1 миллион 200-ге тауар сатты, кажется, 800 мың теңге қалды пайда. Сол 800 мың теңгеден аренда, 500 мың теңге нені алып тастайдым, арендан алып тастайдым, байтқан кезде сонымен 800 мың теңге кетті. Бірақ өзінің ай сайын кредиті бар, 300 мың теңге. Сөйтіп сол кредитті уже тауардың ақшасынан алып жауа бастайды. Сөйтіп тауардың ақшасы азаяды. Сонымен жаңағы 2 миллион теңгені уже ішіп жеп бітіреді. Өйткені бала шағасының садигі бар, проезі бар, тамағы бар, басқасы бар деген секілді. Сөйтіп тауар азайып қалды. Қайттан тауар алу үшін қайттан кредит алады. Уже 6 миллион кредитін тағы 2 миллион кредит алады, 8 миллион болады уже кредиті. Тағы 2 миллион кредит алып, тағы тауар алып келеді. Сөйтті уже сол тауар тағы сатылады. Келесі айда тағы 3 миллион сатылады. 3 миллион теңгенің бір миллион теңгесі таза пайда болады, тоже 1,5 миллион теңгесі. Тоже осы схема қайталана береді. Сол кісі ровно 1,5 жылдың ішінде жалпы кредитінің суммасы 27 миллион теңгеге көбейіп кеткен. Сонда бұл кісінің кредитінің көбеюінің себебі ай сайын тапқан ақшасын ішіп жеп, арендаға, сотрудниктерге, маркетингке жұмсап, өзіне минус, яғни қарыз қалып отқан. Нәтижесінде ол кісі кішігірім қайырымдылық қорып отқан. Енді бұл нәтижеге, бұл қарызға кіруіне не себеп болды деген кезде, мына мидағы қате ой, кез келген бизнесті ақшамен бастау керек, кредитпен бастау керек, немесе кредитсіз бизнес болмайды, любой бизнесменнің басында кредит болады деген қате ойлар болады. Сол қате ойларының кесірінен бұл кісі осылай үлкен қарызға, шығынға кіріп жатады. Егер сіз кәсіпті бастап жатсаңыз, или кәсіпкер болсаңыз, міндетті түрде сіздің басыңызда осындай қате ойлар болуы мүмкін. Сол ойлармен жұмыс жасауға болады. Сол ойларды өзгертуге болады. Мен өзімнің авторлық апгрейд деген сабағым бар. 2 күндік сол сабақта мен кәсіпкерлердің миындағы қате ойларды, установкаларды, убежденияларды толыққанды өшіріп, құрттан көбелекке айналу процесінде ол кісілердің мынау бұрынғы ойымен бұрынғы нәтижеге жетсе, ойларын толыққанды жаңарту арқылы жаңа нәтижеге жеткізуге көмектесем. Бұл сабаққа соңғы 2 жылдың ішінде 1000-ға жуық адам қатысқан. Бұған дейінгі оның атауы рекорд болатын, өйткені ол 2 айлық программа болатын. Мен оны максимал түрде қысқартып, сумма жағынан да азайтып, айтқан кезде 10 есе арзан бағада шығардым. Бұл жерде кәсіпкерлердің миындағы қате ойларды дұрыстау арқылы табысын көбейтуге көмектестік, командасын дұрыс қалыптастырдық, маркетингін дұрыс жүргізе үйреттік, личный брендін дұрыс қалыптастырдық, компанияның брендін қалыптастыруға көмектестім. Және де бизнестің ішкі финансовый менеджментін дұрыс есептеп, дұрыс жүйелеп, кәсібін толыққанды жүйелеуге көмектескен сабақтардың бірі қазіргі жаңа атау оның апгрейд етіледі, яғни жаңару, жаңа деңгейге шығу. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, жаңа деңгейге шығу үшін не істеу керектігін білмей жүрсеңіз, қандай әрекет жасау керектігін білмей жүрсеңіз, мен сізді осы апгрейдке қатысуға шақырамын. Апгрейд бұл 2 күндік офлайн программа. Бұл жерде қосымша бір 40-тан астам видео сабақтар беріледі. Және де арнайы кураторлар болады, кері байланыстар болады. Менің мақсатым кішкене бір кәсіпкерлерге пайдам тиіп, сол берген пайдамнан үлкен нәтижеге жетіп, әрмен қарап бірге жұмыс жасасақ деген ойым, мақсатым болды. Сол орайда мен осы апгрейдті бірінші өзім өмірімде жасадым.
өз өмірімде қолдандым. Соңғы 2-3 жылдың ішінде Шымкент қаласынан 1 емес 3 баспана алдым. Қаншама кәсіпкерлермен жұмыс жасадым, инвестор болып үйрендім. Өзіме 100, 200, 300 миллионға дейін финансовый капитал жинап, өзімнің жеке қорымды көбейтуге жұмыс жасадым. Енді өзімде жасаған әдістерді өзімнің аудиторияма, мені білетін, танитын кісілерге бергім келеді. Егер сіз өзіңізді дамытуды неден бастарыңыз білмей жүрсеңіз, міндетті түрде осы апгрейдтен бастаңыз деп кеңес беремін. Апгрейдке тіркелу, апгрейд жайлы ақпарат алу үшін төменде арнайы форма анкета қалдырамын. Сол сілтемеге өту арқылы өзіңіз толыққанды анкетадан өтіп, өзіңіз жайлы ақпарат берсеңіз, біздің мамандарымыз байланысады сізге. Мүмкін арнайы консультацияларға келуіңізге болады. Солай болмаса, жаңағы біздің трансформация деген 4 сағаттық тренингіміз бар. Сол тренингтерге қатысып, сол жерден өзіңізге керекті ақпараттарды алып, әрмен қарап, апгрейд сізге қажет па, қажет емес па, сол жерде бірге анықтасақ болады деп ойлаймын. Әрбір қазақ жалғызым, әрбір қазақ мықты кәсіпкер болу керек, бай болу керек, өзінің жеке қаржылай капиталын көбейтіп, бизнестегі таза пайдасын көбейтіп, командасын жүйелеп, бизнес деген бұл өмір бойы жұмыс жасау емес, бұл деген полностью жүйелеу арқылы қолыңды ұзартып, мықты сотрудниктерді, талантты адамдарды жұмысқа алып, еліңе, қоғамға пайдаңды тигізу арқылы көбірек өзіңде пайда табу деп ойлаймын. Сондықтан да дамуды бүгіннен бастаңыз, жаңарыңыз. Алла тағала айтады, мен тәуекел етушілермен біргемін дейді. Бүгін сіз тәуекел етсеңіз, сіздің стартыңыз бүгін басталды деп ойлаймын. Өйткені сіз осы күнге дейін өзіңізді басқалармен салыстырып жүрсеңіз, өйткені бұл қате шешім. Өйткені сіз өзіңізді біреумен салыстырсаңыз, сол салыстырған адамыңыздың старты ол туылған кезде басталуы мүмкін. Ал сіз өзіңізді дамытуды бүгіннен бастасаңыз, или когда сіз апгрейдке келесіз, сіздің стартыңыз сол жерде басталады. Жеке капиталыңызды дамыту, бизнесті жүйелеу, бизнесті жаңа деңгейге шығару, масштабқа шығару, бұның барлығын сол сабақта толыққан түсінесіз деп ойлаймын. Сондықтан да ойыңызды таза ұстаңыз, өзіңізді дамытыңыз, әрмен қарап, елге, қоғамға пайдалы болыңыз. Мен сізді апгрейдте күтемін, сілтемеге өтіңіз, парақшама тіркеліп алыңыз. Бүгінгі подкастым сізге кішігірім пайдалы болды деп ойлаймын. Бүгінгі подкастта мен 5 адамға өзімнің құны 200 мың теңге тұратын жеке бизнес разборымды тегін бергім келіп отыр. Тек 5 адамға оны алу үшін осы видеоның астына, яғни комментарийға барынша өзіңіздің бүгінгі түсінген нақты 3 инсайтыңызды жазсаңыз, және де осы подкастты өз стористарыңызға бөліссеңіздер жеткілікті. Мен келесі подкаст шыққанға дейін осыларды анықтайтын боламын. Сондықтан да баршаңызды күтем. Разбор жасайық, дамиық, өсейік, елге пайдалы болайық. Келесі подкасттарда кездескенше аман сау болыңыздар.